Ассалаумағалейкум ағайын, амансыздар ма? Достар, жадность губит фраера деген сөзді естіп пе едіңіздер? Өкінішке орай біздің де елімізде осындай жадный адамдар бар да. Яғни қалай? Мысалға бір адам жағдайы жақсы, өзінің бизнесі бар, тірлігі бар, үй-күйі бар да, бала-шағасы ештемені сұрамайды мысалға да, бәрі бар себеп бала-шағасында. Бірақ осы жадностьтың, эгоизмнің арқасында ол өтіріктен отбасымен ажырасады, яғни әйелі жалғызбасты ана болады, ал бұның түп мақсаты өкіметтен берілетін әлеуметтік көмекті алу. Осы адамдарда не деген эгоизм деймін, себебі мына жерде шынымен мұқтаж жандар тұр ғой сол көмекке, иә, бірақ оларды ойламайды. Олар тек өзін ғана ойлайды. Бұл жадность губит фраера деген осы жерде. Соның кесірінен соны көрген еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былтыр ғой деймін, қателеспесем, айтты: әлеуметтік көмек шынымен де мұқтаж жандарға ғана берілу керек деді. Я, сол мұқтаж жандарды определять ету үшін елімізде отбасылық карта құрылды. Сол отбасылық картаға бәрі енгізіледі, барлығы сол жақта жазылады, қағаз анау мынау ондай көп болмайды, және сол арқылы ғана адамдар, сол мұқтаж жандар сол көмекті алуға болады. Және осының жанынан ағайын, я, тағы да бизнеске арналған, яғни өзінің шаруаң жүргізу үшін мұқтаж жан болсаң, соған да берілетін көмек бар да. Осыны біліп жүрейік ағайын.